Көкентау, біз қазір Көкентау археологиялық кешенінде отырмыз. Көкентау бұл Семей қаласында, Семей қаласының оңтүстік батысында орналасқан тау жүйесі. Бұл жер қазақтың тарихында, арғы бергі тарихында Көкентаудың алар орны терең, өзіндік орын бар киелі мекендердің бірі. Бұл жерде қазақтың бас ақын аталған Абайдың әндерін Абай танытқан өлке әлемге. Себебі дәл осы жерде 1899 жылы Әлихан Бөкейхан келіп Абайдың шәкірті Мұқа Әділханұлы дегеннің шәкіртінен Абайдың Мұқа Әділханұлының орындауындағы Абайдың әндерін естиді тұңғыш рет. Абайдың аудармалары, Татьянаның әні, Онегин туралы Абайдың аудармаларын естіп, содан Әлиханның Абай танушылық қыры басталады. Енді қазақ тарихында тұңғыш Абай танушы сол Әлихан деп танылған. Сол Әлиханға Абай танытқан осы өлке. Бұл өлке одан бөлек Абайдың бүкіл өлеңдерінің текстологиясын зерттеген Абай танушы ғалым Мұхтар Әуезовтің шәкірті Қаймұхамед Қаулының ұлының ата-бабаларының туған жері болып табылады. Дәл осы жерде Қаймұхамед Қаулының әкесі Мұхамедхан Сейітқұлов дүниеге келген. Мұхамедхан Сейітқұлов қазақ тарихында, Алаш тарихында өзінің меценаттық қызметімен көзге түскен жан. Ол кісі Семей қаласындағы Тінібай бешінде имамдық қызмет атқарған. Одан бөлек үйінде алаш арыстарын күткен жан. Соның үйіне келген қонақтардың алдында, алаш арыстардың алдында солардың әңгімесін естіп Қаймұхамедханов өскен болатын. Міне осындай ұлы тұлғаларды дүниеге әкелген өлке, ұлы тұлғаларды әлемге танытқан өлке осы Көкентау өлкесі. Жалпы тарихта осы көкен сөзіне келетін болсақ, көп адамдар көкен сөзінің мағынасына бара бермейді. Сол көкен деген батыр болған екен деген пікірлер айтып жатады. Шынтуайына келген кезде көкен сөзі көне түркі тайпалардың ішінде, көне түркілерде көкен деген құдай ана образымен танылған. Көптеген жақтарда, көптеген түркі халықтардың ішінде осы көкен деген атпен өздерінің Омай анамен қатар аталатын құдайлары болған, соған сыйынған, соған табынған. Осы көкенде сол мағына береді. Оған себеп көкеннің етегінде орналасқан тас мүсіндер қима қыпшақ дәуірімен мерзімделетін. Көп адамдардың зерттеуі бойынша, егер әйел менен бала тұрса, қыз баланың бірге бейнеленуі, ол сол әйел культімен, құдай ана культімен байланыстылығын айтады қима қыпшақ заманында. Біздің көкенде дәл сондай ескерткіш бар. Көкентаудың басты тауы Шайырдың түбінде, қима қыпшақ дәуірінің қоршауында әйел адам мен қыз баланың орналасқан тас мүсінін көре аламыз. Ол осы біздің ойымызды дәлелдей түседі. Одан бөлек Көкентаудың етегінде Қазақстанда сирек кездесетін
қызыл охрамен салынған суреттер топтамасы бар. Сол топтамаларда сонау қола дәуіріндегі Құдай ананы бейнелейтін бірнеше сурет бар. Ол жәнегідей адамның схемалық түрде салынған суреті, оның жәнегідей денесінің тұсында шарбақтар салынған. Оны әйел үй деген түсіндіріп айтады. Негізгі сол ондай суреттерін, дәл сондай ұқсас суреттер сол бүкіл Евразия даласында кең таралған. Бәрі сол Құдай ана образымен, бейнесімен байланыстырады. Ол да солына көкеннің Құдай ана образын сол ескі замандарда адамдардың сыйынатын, табынатын киелі таулары болғандығын көрсетеді. Енді көкен киелі жер болғаннан кейін бұл жерде халықтар қашан өмір сүрді, қашан қоныстанды деген заңды сұрақ туындайды. Осы сұрақтардың жауабын іздеу мақсатында археологиялық зерттеу жұмыстары 2014 жылдан бастап ұйымдастырыла бастаған болатын. Зерттеу жұмыстары нәтижесінде Көкентаудың баурайынан біз сонау неолит дәуірінен бастап адамдардың бертінгі этнографиялық кезеңге дейінгі өмір сүрген адамдардың іздерін анық байқадық, зерттеп тіркелді. Бұл көкенде өмір сүрген адамдардың көкенде толассыз өмір, тоқтаусыз өмір процесі жүріп жатқандығын көрсетеді. Археологиялық зерттеу, барлау зерттеу жұмыстары нәтижесінде біз қола ғасырының үйлерін, қола ғасырының зерттеу, жерлеу орындарын, ерте көшпенділердің жерлеу орындарын, обаларын, қимақ қыпшақ дәуірінің зерттеу кешендерін тапқан болатынбыз. Одан бөлек тас өңдеу лабораторияларын, шеберханаларын да зерттеп тапқан болатынбыз. 2014 жылы осы жерде қазба жұмыстарын жүргізген археологтар Ғұн-Сармат дәуірімен мерзімделетін қорғанды зерттеген болатын. Зерттеу нәтижесінде тоналмаған обаны ашты. Зерттеу нәтижесінде әйел адам мүрдесі анықталды. Басымен батысқа қаратылып жерленген, шалқасынан жатқызылып. Қасында ақыреттік заттарынан қыш ыдыс қойылған, бүкіл әдемі әшекейлері, киімдері, алтыннан жасалған бас киімнің алдындағы диадемасы алтыннан жасалған өсімдік тектес орнаментпен әрленген, моншақтары асыл тастармен, алтынмен көмкеріліп жасалған, табылған болатын. Кейінгі жылдары бұл жердегі зерттеудің басты мақсаты қола ғасырының ескерткіштерін зерттеуге ұласты. Соның нәтижесінде қола ғасырының үлкен қонысы қазіргі таңда Назарбаев университеті, Өскемен қаласындағы өлкетану музейі, Бозық музейінің ғалымдармен бірлесіп сондай зерттеу жұмыстарын ұйымдастырып отырмыз. Сол зерттеу жұмыстары нәтижесінде біз тұрғын жайларды таптық, адамдардың өмір сүрген. Ол тұрғын жайлардың тарихы өте тереңге кетеді. Себебі ең төменгі қабатында тұрғын жай неолит дәуірімен мерзімделеді. Ал беткі қабатындағы адамдар сол этнографиялық кезең. Яғни кемі 5-7 мың жыл адамдар осы жерде тоқтаусыз бір жерде, бір территорияда үй салған. Салғандығын көрсетеді. Үйдің ішіндегі көптеген қыш ыдыстар шықты, тас құралдар шықты, жер өңдеуге қатысты тас құралдар шықты. Бұл көкенде осыдан 3000 жыл бұрын
өмір сүрген адамдардың жер игерумен, егін шаруашылығымен айналысқандығын әзірге көрсетіп отыр. Болашақта каналдарды, арықтарды табу міндеті тұр. Қай жерде олар егін екті, арықтар қалай жүрді деген мақсат бар, соларды шешу керек. Одан бөлек Көкентауда жәнегідей сол қоныста өмір сүрген адамдардың жерлеу орындары табылды. Үлкен қорым, бірнеше бөліктен тұратын қорым, әр бөлігінде кемінде 60-тай жерлеу орны бар. Яғни содда есептеген кезде бір 200-дей жерлеу орнын осырадан тіркедік. Ол өте үлкен қорым. Бұл жерде адамдардың ұзақ уақыт өмір сүргендігін тағы да бір дәлелдейтін көрсеткіш болып табылады. Болашақта Бұзық музеймен бірлесіп, Назарбаев университеті әлі де бұл жерде өзінің зерттеу жұмыстарын жалғастырады. Әлі де көптеген тарихқа, Қазақстан тарихына қатысты жаңа соны мәліметтер алынады деген үміттеміз. Сол арқылы біздің Қазақстанның өткен замандағы ақтаңдақ беттер ашылып, тарихымыз бүтінделіп, жәнеден жаңа материалдар негізінде Қазақстан тарихын қайта жазуға, қайта қарастыруға мүмкіндіктер туады деген ойдамыз. Жалпы Көкен туралы, Көкенде жерлеу ескерткіштерінен бөлек, қоныс жайлардан бөлек және жартас суреттері бар. Және жоғарыда айтып кеткендей, бұлар жартас суреттері қызыл оқырадан салынған. Ондай суреттер 11 жартас әзірге біз тіркедік. Бұл суреттерде сол адамның, осыдан қола ғасырында өмір сүрген адамдардың тұрмыс тіршілігінен, дүние танымдарынан хабардар беретін суреттер. Ол суреттердің көбін әлі расшифровка жасап оқу керек. Ол не мағына бергендігін зерттеу керек. Енді осы іс-шаралар қолға алынып отыр. Болашақта үлкен бір қола ғасырында өмір сүрген адамдардың дүние танымын ашатын, осы Көкендегі адамдардың дүние танымын ашатын үлкен бір жаңалықтар ашылады деген ойдамыз. Көкен, тағы бір айта кететін нәрсе, Көкен бұл үлкен Ұлы Жібек жолының бойында тұрған қалалардың жер. Осы жерден Қытайдан келген тауарлардың барлығы Көкен, ары қарай Семей арқылы, Ертіс арқылы Сібірге қарай шығатын болған. Солтүстік жол осымен ары қарай Шығыс Еуропаға шейін, ары қарай осы жолдармен кеткен болатын. Сондықтан да бұл жерден әлі керуен жолдарын, керуен сарайларды ашу керек. Сол жерде қалған іздерін қарау керек. Қандай елдермен тікелей байланыстылығы болғандығын анықтау үшін. Бір жылдары біз барлау жұмыстары нәтижесінде каури ракушкаларын тапқан болатынбыз. Ол анау Үнді мұхитының жағалауында кездесетін ракушкалар. Оны біз осы Көкеннен табуымыз, Көкеннің сонау замандардағы әлеммен байланысын көрсетеді. Ол тағы да жәнегідей біздің Көкеннің күре жолдың үстінде тұрған мекен болғандығын тағы да бір дәлелдеп қуаттай түсетін факті болып табылады. Қандай мамандарды белгілі бір ғылымда үлес қосқан мамандар қатыса ма? Жосамен салынған суреттерді зерттеу үшін біз енді міндетті түрде Қазақстандағы атақ белгілі ғалым,
Зейнолла Самашевты шақырамыз. Міндетті түрде сол кісінің ақыл кеңесімен, сол кісінің басшылығымен зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Одан бөлек ресейлік мамандарды, шетелдік мамандарды Башқұртстанда Каповая пещера деген бар. Сол жерде зерттеген мамандарды, ол жерде де осындай жартас бетіне салынған суреттер бар. Олар қызыл охрамен салынған суреттер. Соны зерттеу нәтижесінде өте жақсы нәтижелерге қол жеткізген. Сол Каповая пещераны зерттеген мамандарды шақырып, солармен бірлесе жұмыс істеуді көздеп отырмыз. Солармен бірлесе жұмыс істеу арқылы біз көкендегі зерттеулер жаңа бір белеске, жаңа бір сатыға көтереміз деген ойдамыз. Былтырғы жылдан бастап біздің археологиялық экспедиция осы жерде үлкен сақтар дәуірінің алғаш кезеңіне жататын қонысты зерттей бастады. Бұл енді өте қызық, және дағы енді ғылым үшін маңызы ерекше ескерткіштердің біріне айналды. Себебі анау сақтар дәуірінің басталар кезіне жататын ескерткіштер аз біздің елімізде, және дағы сақтардың сол қонысының өзі жиі кездеспейтін. Сақтардың бұлай осындай стационарлы қонысы бірінші рет табылып отыр осы өңірде. Яғни бұл жерде егіншілікпен шұғылданған, анау егінді ұнтақтайтын әлгі диірмен сияқты сондай құралдары табылып отыр. Содан кейін жер өңдейтін әлгі неменедері, кетпен сияқты құралдары көп табылып отыр. Қыш құмыралардың мыңдаған сынықтары табылып жатыр. Содан кейін жер ошақтар, пештер, солардың барлығы табылып жатыр. Яғни бұл біздің сол 2 жылда былтырдан бері зерттеп жатқан орнымыз тек қана сол адамдардың тұратын әлгі қонысы ғана емес, тұратын үй емес, сол бір өндіріс орталығы деп есептейміз. Өйткені бір көптеген өндірістік заттар шығып жатыр. Сүйектен жасаған басқа құралдар, материалдардан жасаған құрал саймандар көп шығып жатыр. Ол зерттеулер әлі де қалғарай жалғаса береді. Сондықтан да енді біраз уақыттан кейін бұл өте маңызды біздің тарихымыз үшін, әсіресе анау ежелгі көшпенділерге заманның басталған кезеңіне жататын сол кезде болған уақиғалар туралы көптеген мағлұматтар береді бізге. Бұның болашағы зор, өте біздің тарихымыз үшін маңызды ескерткіштердің бірі деп есептейміз. Қарабаттың көкесі әлгі неменеде Сартымбетте ғой, да сақтасын. Сартымбет кеткен баруымыздан Сартымбет әлгі жолды түсіре алмай қайттық қой. Здесь получается, смотрите, вот здесь люди, вот здесь похоже тоже человек как будто лежит, да? Вот эта поза и перевернутая поза, это поза жертвоприношения. Значит, вот эти люди совершают какой-то ритуал, да? Ритуал, приносят в жертву животного и человека. Вот здесь поднимает, как будто. Здесь поднимает. То есть здесь это какая-то повествовательная, может быть, история какая-то. Композиция. Вот здесь что-то квадратное нарисовано, вот здесь квадратное. Это там человек. Это человек же, это там тоже человек. Только здесь эти с полоской нарисовали, а там без полос. Руки.
олардың мазмұны, әсіресе солардың ішіндегі семантикалық мазмұны туралы көптеген ойларды сол фигуралардың өзінің ішінен шығаруға болады. Мысалы, үшбұрыш нені белгілейді, төртбұрыш нені белгілейді деген сияқты адамдардың бейнесі, содан кейін теріс қаратып, дөңгелентіп салған адамның фигуралардың барлығы не ойды береді деп. Және дағы бұл жерде әлгі дөңгелек композиция көбірек салынған. Өйткені мына тастың өзінің орналасу жағдайына байланысты көне замандағы суретші соған ыңғайлап тұрып сол композиция салған. Бұл енді белгілі бір ойды бере ме, немесе әртүрлі кезеңдерде салынды ма, оның барлығын кейін шешіп жатамыз. Жалпы алғанда осы қазақ жеріндегі ең бір елеулі ерекше ескерткіштердің бірі болып бір деп есептеуге болады. Себебі бұндай көп шоғырланған геометриялық фигуралар бұл жерде Қазақстан территориясында аз. Мінекей анау Шығыс Қазақстандағы Ақбауыр өңірінен кейінгі ең көп суреттердің, бояумен салынған суреттердің шоғырланған жері осы. Мінекей осындай өңірлер енді мына жерде 10 шақты, солардың барлығын зерттейміз. Мынау енді бүгін келіп бірінші гротты зерттеп жатырмыз. Жан-жақты арнаулы фотоға түсіретін, және дағы видеоға түсіретін мамандарды алып келіп, солардың көмегімен түсіріп жатырмыз. Кейіннен осының барлығын енді өңдеп, солардың мазмұнын ашуға тырысамыз. Неке, бұның барлығы біздің экспедицияның, енді біріккен экспедиция деп айтуға болады. Бұзық мемлекеттік қорық мұражайының қызметкерлерімен бірігіп жасап жатқан шараларымыз. Содан кейін Назарбаев университетіменен бірігіп, енді бұл енді ұжымаралық үлкен экспедиция деп айтуға болады. Мінекей кешенді түрде зерттеліп жатқан. Осының алдында бір ай бұрын жүргізілген жұмыстар мінекей Назарбаев университетінің қатысуымен тікелей зерттелді. Сонда американдық мамандар, басқа жақтан келгендер мамандармен бірігіп отырып, үлкен халықаралық экспедиция ұйымдастырып жақсы жұмыс істеген болатынбыз. Соның жалғасы бүгінгі атқарып жатқан шараларымыз.